Жақсы, олай болса сабағымызды бастаймыз, балалар. Тып-тыныш, жалқаулықты тастаймыз, сабағымызды бастаймыз. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақта сендер дәптің ішінен етістіктерді табасыңдар, етістіктердің синонимін табасыңдар. Енді мына суреттерге қараймыз. Бұл жерде Айжан, Самат, Әнуар бейнеленген. Айжан не істеп тұр? Не істеді Айжан? Айжан кітап оқиды. Я, ал Самат? Самат Сурет салайын деп тұр, я? Әнуар? Әнуар баскетбол әлде футбол ойнайын деп жатыр. Я, жарайсыңдар. Енді осы суреттегі белгіленген іс-қимылдар қай сөз таптарын білдіреді? Қай сөз табын? Етістік. Дұрыс айтасыңдар. Не? Ережесін кім айтады? Қол көтереміз. Айару айта ғой ережесін. Іс-әрекеттің қимылдың іс-әрекеттің білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктегі не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар жауап береді. Мысалы, сайрады, ойнады. Енді сабағымыздың бірінші тапсырмасына көшеміз. Мәтінді түсініп оқы және мәтіннен етістіктерді тап. Енді мынау қосымша тапсырма. Бұны үйде орындайсыңдар. Мен зерттеушімін. Мақта өсімдігі туралы ақпарат іздестіріп көр. Мақтаның түр-пішінін сипатта, яғни мақтаның түсі қандай болады, қалай өседі, бойы қандай болады. Мақта өсімдігі туралы ақпарат іздеп тауып келіңдер. Және келесі сабақта тапқан мәліметтеріңді оқушылармен бөлісесіңдер. Енді дәптерімізді ашып, бүгінгі күн аяттарын жазамыз. Етістік деп тақырыпты жазып қоямыз. Апа, мен жазып қойдым. Жақсы, енді мына тапсырманы орындаймыз. Жұмбақты көркем жазып, шешуін тап. Ең алдымен жұмбақты оқып жауабын айтайық, қанеки? Кім біледі? Жаңбыр. Дұрыс екен, тексереміз. Дұрыс екен, жаңбыр. Келесі тапсырма. Жаңағы жерде бәйшешек туралы жұмбақ болды, бізде. Оның шешуі жаңбыр болды. Енді бәйшешек тақырыбында әңгіме құрастырамыз. Әңгіме ішінде етістіктер де болуы керек. Жақсылап ойланамыз. Ойлануға 5 минут берейін. Бәйшешек тақырыбында әңгіме құрап, ауызша айтып көріңдер. Мен айтайын. Сауат, айта ғой. Мен бүгін бәйшешек туралы кітап оқыдым. Сонда бәйшешек туралы жазылған. Бәйшешек көк, қызыл және ақ түсті болады. Бәйшешек көктемде өседі. Жарайсың? Тағы? Апа, мен айтайын. Айта ғой. Бүгін көктем келді. Менің әжем және анам бәйшешек гүлді жақсы көреді. Бәйшешектің өзі бәйшешек өзі әдемі және оны мен жақсы көремін. Мен өзімнің анама бәйшешек гүл алып беремін өскенде. Менің анамның туған күні көктемде болады. Анам өте қатты бәйшешекті жақсы көреді. Мен оның туған күніне бәйшешек сыйладым. Анам ол сыйлыққа қатты қуанды. Мына сұраққа жауап беріп көріңдер. Бәйшешек гүлі туралы білдік, біз? Енді осы гүлге бәйшешек атауынан басқа қандай атау берер едіңдер? Сендерге гүлге ат қой десе, қандай ат қояр едіңдер? Гүлі. Жарайсың. Томирис, көктемнің бірінші гүлі дейді. Тағы? Апай, ақ гүл. Ақ гүл, жақсы. Тағы қандай атау беруге болады? Бәрі ұнататын гүл. Алғашқы гүл. Сауат, қайталай ғой, естілмей қалды, қанеки? Алғашқы гүл. Жарайсың, алғашқы гүл. Тағы? Кім қандай? Енді мына тапсырмаға қараймыз. Бұл ауызша орындалады. Сұрақтардың орнына қажетті сөзді қойып айт. Әпкесі анасының киіндірді. Қидырды. Айару, келесі. Ағасы өзі киінді. Әлия інісін киіндірді.
Иә, дұрыс. Киінді? Рахат уже киінді. Киінді, жарайсыңдар. Қорытынды, мәтіннен етістіктерді тауып, жұмбақты шештіңдер бүгінгі сабақта, және бәйшешек туралы әңгіме құрап айттыңдар. Біріншісінші. Амирлан бірінші, Аяру Бірінші. жарайсыңдар. Тәмирес, Мансұр біріншіні таңдады. Жарайсың. Бірінші. Есемде болса, мен ашық сабақта сендерге сюрприз жасайын деп едім. Алматыға барасың, бірақ мен Алматыға бара алмай қалдым. Сондықтан сендерге мадақтама қағазын дайындадым. Енді оқып берейін. Мұқият тыңдаңыз. Нөмір 12-ші Шолпан Уәлиханов атындағы мектеп гимназия 2-ші А сыныбында өткен қазақ тілі пәні бойынша онлайн сабаққа қатысып, зерек оқушы атанған Қуантхан Аяру марапатталады. Шапалақ. Қуантхан Аяру